Ағаларыңыздың насылдым, мынандай бір пікір келіпті, пікір жазғаныңызға алғыс білдіремін. Бірақ мен осындай кісілерге таң қаламын ше. Сіздер қазақ емессіздер ма? Қазақ ұлтының салт дәстүрін білмейсіздер ма? Ата-апаларыңыз оны айтпаған ба? Аналарыңыз оны айтпаған ба? Әлде ондай нәрсе істемеген ба? Қай жерде мен MTV Nickelodeon көріп өскен ұрпақпын. Орыстың ішінде өскен. Біздің заманда қай өлеңі? Бритни Спирс, плоский живот, мынандай джинсылар киіп, мынандай на бедрах солай өскен жаспын. Бірақ менің анам, марқұм менің апам өмір бақи. Ең бірінші бізді бүйтіп үйреткен жоқ, анам өмір айтатын. Тәрбиені бермейді, тәрбиені алады деп айтатын. Олар өздері үлгі болды. Жандары жай тапсын. Әулие анашым, әулие апатайым, сіздер болмасаңыздар мен бұлай отырмас едім. И солардан көргенім, пешенбі жұма иш шығарады, аруақты тіктейді. Егер сіздің өміріңізде жоқшылық, кедейшілік, қыздарыңыз күйеуге тимесе, бөпет әкелмесе, келін түсіре алмасаңыз, келін түседі, кетіп қалады, ажырасулар, қарыздар, кредиттер, үйсіз, күйсіз, былай жалпы айтқанда, бишара халде жүрсеңіз, көзіңізді ашыңыздар, көкіректеріңізді оятыңыздар. Неге деген сұрақ. Неге мен былай жүрмін? Ең бірінші сіз аруақты ұмытқансыз деген сөз. Әулетпен шатағың жоқ, әулетпен ешқандай да байланысың жоқ деген сөз. Қалай сіз өзіңізді қазақпын деп есептейсіз, егер аруақ деген нәрсені білмейтін болсаңыз? Мен экстрасенске бардым, ол маған аруақ бір техниканы үйретті. 1000 психотерапевтке барыңыз, 1000 мынандай коучтерге барыңыз, 1000 миллиард бүкіл шетел асып, Америка асып, айға, аспанға ұшып кеттіңіз. Сіз қазақ ұлтынан болсаңыз, аруақсыз біз ешкім емеспіз. Ол иш шығару, жет шелпек, жет нан, жет күлшек пісіріп тарату. Қай күн бір келіншек айтады, оны не істеймін дейді. Блин, сіздер вообще ұлтшылдықтан, қазақшылықтан кетіп қалғансыздар ма? Мен таң қаламын. Тек бұл кісіге емес, барлық мен естіп отырғандарға. Сонда жет шелпекті қалай істеуді, не істеуді да білмейсіздер ма сонда? Онда отырыңыздар сөйтіп, жылап еңіреп экстрасенстерге, исламистерге ақшаларын. Онысы да сөйтіп отырсыздар ғой. Өте өкінішті ше.